Бүгінгі видеода мен қарындасыма қорқынышты пранк ұстаймын. Бұл енді точно соңғы бөлімі болады. Себебі мына видеодан соң. Сізді көрдік қой отырып жатқаныңызда. Тұрыңыз. Дәл осы кезде менің планымда болмаған бір жағдай орын алды. И сол себепті бұл соңғы бөлімі болады. Не болғанын анық білу үшін видеоның соңына дейін қараңдар, сонда түсінетін боласыңдар. Егер де келесі видео тез шықсын десеңіздер, 133 000 подписчик немесе 3 000 лайк жинап тастайық. Видео өте қызықты болды. Еңбегін бағалап, астында қызыл кнопка подписаться болса, міндетті түрде бас кет. Ал біз видеоны бастаймыз. Йо, бәріңе сәлем достар, сендер әдеттегідей мен Ердос, және де менің және де сіздердің ең сүйікті рубрикаларыңызға қош келдіңіздер. Короче, бүгін мен тағы да қарындасыма пранк істейтін боламын. Короче, осы жолы пранк прям жестко болатын болады. Айтып сөзбен жеткізе алмаймын, так что сіздерден қолдау керек. Астында қызыл кнопка подписаться болса, міндетті түрде бас кет, және де лайкты міндетті түрде бас кет. Ал егер жазылған болсаңыз, сіздерді жақсы көремін. Уважаю просто. Короче, видеоны бастайтын боламыз. Планды қазір түсіндіріп беретін боламын. Кеттік. Бірінші мен үйде отырып алып дух шақырып алатын боламын. Екінші сол дух шақырып атқан жерден өтірік талып қалатын боламын. Үшінші сол талып қалған соң бір бәле қылып далаға алып шығып, далада досым күтіп тұрады. Короче, қорқынышты киім киіп қорқытатын болады. Все, осылай пранк қазір басталатын болады. Ал енді қыздар, бүгін қандай дух шақыратынымызды білесіңдер ма? Білмейміз. Білгілерің келе ма? Білгілерің келсе де келмесе де білесіңдер. Короче, бүгін біз адам денесіне кіріп кететін духтарды шақырамыз. Мен түспеймін. Сендер келесіңдер ғой. Біздің контракт бойынша бұлар түсу керек болған. Короче, видеоны басайтын боламыз. Кеттік. Короче, достар, енді біз пранкты басайық деп жатырмық. Міне, мына жерде бізде өшім жау қойған үй. Мынаны былай ашып қойдық. И осы үйге негізі кірмеген көп болды. Вообще көп болды негізі. Соңғы рет қашан кірдің мен аға? Білмеймін, бір аптада болып қалды. Вот. Мысалы мен кірмегенме уже бір айдай болып қалды. Мына үйге вообще кірген жоқпыз. Так что бұл үйде бір неприятный ауралар болуы мүмкін. Түсіндің ба? Ал енді біз так осы жақтарға қойып, в общем, пранкты басайтын боламыз. Бізде айтпақшы, міне мынандай шамдар бар, және де обычный қағаз. Потом бар уже духтың белгілері пайда болған соң біз далаға шығатын боламыз. Енді Елана, біз неден бастайтынымызды білесің бе? Шамдар жағамыз. Иә, шамдардың орнын орналастырамыз бірінші. Былай қоямыз. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі. Ой, бесіншісі. Мына үш бұрыш болды, көрдің бе? Үш бұрыш деген сөз значит. Айтпа қояйын. Біраз адамдар біледі. Если сендер үш бұрыштың не екенін білетін болсаңдар, комментке жаз кетіңдер. Короче, үш бұрыш қорқынышты нәрсе екенін білесің ба? Иә. Осы кезде мен өтірік бір ойдан шығараса едім. Иә, мен де білемін дей салып. Блин, күлкім келіп отыр қазір. Ну, короче, көре беріңдер. Ал енді тура ортасына парақты қою керек, беріп маған. Парақты былай қоямыз. Если что, сендерге көңілдеген дауыс шығып жатса, ол бізде мына жақта холодильник. Если білмей жатсаңдар да, ал енді біз басайтын боламыз. Так, енді біз былай мына жақты жауып қойдық әдейіге, чтобы осы комнатада ғана. Айтпақшы, мына естеріңде ме мен бұлт жасаған? Осыны скоро жасайтын шығар. Так, видеоға келейік. Короче, осы бөлмеде бәрі сақталу үшін даже біз міне қараңыздар, терезені жауып тастадық. Или терезені ашып қояйық па? Мен толамаймыз. Жарайды онда. Короче, енді біз мына жақта бастайтын боламыз. Біріншісін біз не деп шақыратынымыз білесің бе? Ада кабра, папа кабра. Көрдің ба? Егер де біз сөзді дұрыс айтқан болсақ, от сразу жанады. Мысалы, сасаса пасаса. Әне көрдің ба? Кетті. Жанбай қалды. Тағы да бұздыңыз. Бұзар берекен түспір. Бұл нәрсен белгісі емес деп ойлайсың ба? Маған бекер түспір. Алдында да біз сосайсын қабет білесің ба? Білмеймін, қазір, короче, жөнде көреміз. Еміз? Все, нормально жанып тұр. Екіншісі, міне, мынау жанып тұр. Екіншісі, ақалай, мақалай, қанекей, жанағай. Көрдің ба? Мынада мықтырақ болып жанды анау.
анау расыменде болды деген сөз ол. Түсіндің ғой, иә? Енді мынау шу хашом шу. Ой, тиіп атқан жоқ мына. Міне мынау да анау сияқты болды ғой. Мынаны қайтадан айтайық. Адакра, папакра бара. О, енді нормально болды анау, көрдің бе? Қайтадан айтып едік. Мынаны енді айка, пайка, чайка, чайка. Болды. Енді бізде соңғысы қалды. Дайынсың ба? Не қара. Күшті болып тұр ғой, иә? Біраз тартылады ма? Оттар тарса да қалды, иә? Давайте сіз бастай қал. Ойбай. Ақылай, қанекей, жана қой балақай. Мен дуаны айтпаппын, сол үшін өш қалды, көрдің бе? Все, мне көрдің ба? Бесеуі де жанды. Көрдің ғой, иә? Көрдің ғой? Ал енді біз тура ортасынан не деп жасатынымызды білесің ба? Білмеймін. Біз тоқ деп жасатын боламыз. Мынау не мынау? Стаған. Ладно, енді главный бізде жазатын бір нәрсе бар болса болды. Енді біз бүйтеміз. Не? Мынау 5 жақта тұр ғой, иә? Біз мына жақтан былай қарай сызықтар жүргіземіз. Біреу, мына жақ шамның, каждый шамның одылына бір сызықтар жүргіземіз, не? Опа. Все, не? Бесеу келді ғой, тура кеп тұр ғой, иә? Дұрыс па? Енді біз ортасына дух деп жазамыз. Дух. Енді біз не істейміз, білесің ба? Бізде что-то далада жел соға бастады ма, бір бәле болып кетті. Ертең жаңбыр жауады, сондықтан дайындалып жатыр ғой жаңбыр. Точно ма? Иә. Мынаны біз бүйтіп шақырған соң барып сондай бір нәрсе болды деп ойламайсың ба? Мына жерде тарса да қалды, естідіңіздер ма? Сондай деп ойламайсың ба? Короче, енді біз бір-екі сөзді айту керек. Мен ол сөздерді примерно жаттап алғам, қалай айту керек екен. Бағана кітапханаға барғам, сол кезде жаттағам сол сөздерді. Енді сол сөздерді дұрыстап асықпай айту керек. Сосын барып дух бәлкім далада болу мүмкін, либо адам денесіне кіріп кету мүмкін. Бірақ адам денесіне кіру шансы өте аз деді. Түсінің ғой? Ал енді біз бастаймыз. Қара, енді бізде мына ручка тұр ғой, иә? Бұны қайтетіміз білесің ба? Біз бұлай оттардың үстінен бүйтіп жүргіз өтеміз. Енді тура ортасына қоямыз. Сосын бұлай кішкене бұрамыз да, сосын жаттаған дұғамызды оқимыз. Ада кабра, баба кабра, эксперто патрона, Гарри Поттер, come on, baby, hala, mala, hala, so! Аға, көрдік қой сіздің өтірік жатқаныңызды. Тұрсаңызшы енді. Жата бермей. Аға дейм, тұрыңыз. Аға. Ой, аға, сізді көрдік қой өтірік жатқаныңызды. Тұрыңыз. Не болды? Сен осың ба музыканы? Сен қоспадың ба? Жоқ. Шыныңды айт. Ой, бұрын. Шыныңды айт деймін, еланас. Қоспадың ба?
Мен музыка қосқан жоқпын бұған. Яқтан шығып отыр. Шкафтан шығып отыр ма? Ашасың ма шкафты? Осы шкаф жақтан шығып отыр. Сен қосқан жоқсың ба? Шыныңды айт. Бә мен терілерім кәдімгі тіркеніп кетті бар ғой. Отыр. Тоқта. Жоғарыдан келіп отыр. Не мынау? Сен қоспадым дедің ғой? Кім қосты мынаны? Түсінбей отыр. Сен қоспадым дедің ғой? Бұл сізге пранк, бізге еді. А? Маған пранк? Я, біз мама екеуміз бағана сіз кейінше жоспарлап қойдық сіз түсірекеніңізді. Сосын біз мен ойладым, бізге пранк ұстағанша мен қорқа бергенше онда ағаға бір пранк ұстайын деп. Ема. Айтарға сөзім жоқ. Бә, шош кеттім ғой, мен кәдімгі тершік кеттім, төбемнен көрініп тұр ма? Көрініп тұрған жоқ па? Зәрім зуыда қалды ғой. Мамаң екеулерін сонда ұйымдастырдыңдар ма осының бәрін? Я. Білмеймін, маған өзіме келу керек. Мен миым прям загрузка болып қалды бар ғой. Нағыздай. Тегізесің кезесі сол. Короче, все, видео осы жерден бітетін болады. Не по плану кетті бәрі. Давайте бәріңе.